Сәлем достар. Бүгін біз нәзік, бірақ өте кең таралған мәселе тырнақ саңырау құлақтары туралы сөйлесетін боламыз. Бұл инфекция көптеген қолайсыздықтар тудыруы мүмкін және эстетикалық емес көрінеді. Бірақ алаңдамаңыз. Мен сізге қарапайым және қолжетімді халықтық әдістердің көмегімен үйде тырнақ саңырау құлақтарынан қалай арылуға болатынын айтамын. Бұл әдістер қауіпсіз және уақытпен тексеріледі. Көбірек білуге дайынсыз ба? Содан кейін біз бастаймыз. Емдеуді бастамас бұрын, сізде тырнақ саңырау құлақтарының негізгі белгілерін қарастырайық. Негізгі белгілері: тырнақ пластинасының сарғаюы немесе қараюы, тырнақтың қалыңдауы және сынғыштығы, тырнақтың теріден бөлінуі. Егер сіз осы белгілердің кем дегенде біреуін байқасаңыз, онда бұл саңырау құлаққа қатысты болуы мүмкін. Бірақ алаңдамаңыз, үйдегі дәрі-дәрмектер инфекцияның дамуын тоқтатуға және тырнақтарыңызға сау көрініс беруге көмектеседі. Алғашқы халықтық құрал сода мен тұз қосылған ванналар. Сода тырнақ пластинасын жұмсартуға көмектеседі, ал тұз бактерияға қарсы қасиетке ие. Мұны қалай жасау керек? Жылы суды алып, оған 2 ас қасық сода мен 2 ас қасық тұз қосыңыз. Аяқтарыңызды немесе қолдарыңызды ерітіндіде 15-20 минут ұстаңыз. Бұл процедураны күн сайын қайталауға болады. Сода мен тұз инфекциямен күресуге, теріні жұмсартуға және емдеу процесін тездетуге көмектеседі. Келесі әдіс — сірке суы. Ол саңырау құлақтардың көбеюіне жол бермейтін қышқыл орта жасайды. Сіз кәдімгі ас үй сірке суын немесе алма сірке суын пайдалана аласыз. Сірке суын бір қатынасында сумен сұйылтыңыз. Тырнақтарыңызды күн сайын ерітіндіде 15-20 минут ұстаңыз. Оны асыра алмау маңызды. Сірке суы теріні құрғатуы мүмкін, сондықтан процедурадан кейін оны ылғалдандыруды ұмытпаңыз. Бұл әдіс басталып келе жатқанда жақсы көмектеседі және саңырау құлақтың одан әрі таралуын болдырмайды. Шай ағашының майы. Шай ағашының майы ең күшті табиғи бактерияға қарсы және саңырау құлаққа қарсы агенттердің бірі. Міне, оны қалай пайдалану керек? Зақымдалған тырнаққа 1-2 тамшы май жағып, оны ақырын сүртіңіз. Бұл процедураны күніне 2-3 рет жасауға болады. Шай ағашының майы инфекциямен тиімді күреседі және оның тырнақтың сау жерлеріне таралуына жол бермейді. Бұл сонымен қатар тырнақты жұмсартуға және оның қалпына келуін тездетуге көмектеседі. Сарымсақ. Сарымсақ саңырау құлақтарға қарсы тағы бір дәлелденген халықтық құрал. Оның күшті бактерияға қарсы және саңырау құлаққа қарсы қасиеттері бар. Емдеу үшін келесі әрекеттерді орындауға болады. Сарымсақ түйірін ұсақтап, зақымдалған тырнаққа жағыңыз. Дәкемен немесе таңғышпен бекітіп, 30 минутқа қалдырыңыз. Бұл процедураны жақсартуларды көрмейінше күнделікті қайталауға болады. Бірақ абай болыңыз, сарымсақ теріні тітіркендіруі мүмкін, сондықтан оны ұзақ ұстамаңыз. Йод. Йод кез келген дәрі-дәрмек шкафынан табуға болатын тағы бір құрал. Ол антисептикалық қасиетке ие және саңырау құлақтарды жоюға көмектеседі. Мақта тампонын алыңызда йодты зақымдалған тырнаққа ақырын жағыңыз. Процедураны күніне 1-2 рет қайталаңыз. Йод сонымен қатар тырнақ пластинасын нығайтуға көмектеседі. Бірақ оны ақырын қолданыңыз, себебі ол тырнақтарды сары түске бояуы мүмкін. Саңырау құлақтың алдын алу. Саңырау құлақтардың қайтып келмеу үшін қарапайым алдын алу ережелерін сақтау маңызды. Тырнақтарыңызды әрқашан таза және құрғақ ұстаңыз. Шұлықты күн сайын ауыстырып, аяқ киімді мұқият құрғатыңыз. Әр қолданғаннан кейін педикюр мен маникюр құралдарын дезинфекциялаңыз. Басқа біреудің аяқ киімін киюден және бассейндер немесе сауналар сияқты қоғамдық орындарға аяқ киімсіз барудан аулақ болыңыз. Дәрігерге қашан бару керек? Егер халықтық емдеу нәтиже бермесе немесе инфекция өте дамыған болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Тек маман дұрыс емдеуді тағайындай алады және асқынулардың алдын алады. Бұл бейнені соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лүпіл басуды және жазылуды ұмытпаңыз.
Түсініктемелерде тырнақ саңырау құлақтарымен күресуге қандай әдістер көмектескенін жазыңыз. Келесі бейнелерде кездескенге дейін де сау болыңыз.